Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда болгар бұрышын қысқыға қалай сақтайтынымды көрсеткім келеді. Екі тәсілмен бөлісетін боламын. Егер видео қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Алдымен болгар бұрышын жақсылап жуып тазалап аламыз. Кейін басын кесіп алып тастап, ішіндегі дәндерінен тазалайтын боламыз. Дәл осылай сақталған болгар бұрышын біздер қыста фаршированный перец жасауға қолдануымызға болады. Кейін барлығын осы реттілікпен тазалаймыз. Барлығын ашып болғаннан кейін арнайы тоңазытқышта сақтауға арналған Икеаның пакеті бар. Соған орналастырамын. Қалай салатынымды мұқият қарап алыңыздар. Дәл осылай орналастырсаңыздар, болгар бұрышы көп мөлшерде кететін болады және де қатқан күйінде алған кезде ыңғайлы алынатын болады. Сізде егер осындай пакет болмаса, кәдімгі целлофанға салып орналастырсаңыз болады. Болгар бұрышын қатырудың бірінші тәсілі осындай, өте ыңғайлы деп ойлаймын. Ал екінші тәсілі турап қатырамын. Сізге өзіңізге ыңғайлы көлемде турасаңыз болады. Кубиктап немесе ұзынша етіп, мен видеодағыдай етіп тураймын. Содан кейін дәл жаңағыдай Икеаның пакеттеріне салып, тоңазытқышқа қатыратын боламын. Жаңаға бірінші көрсеткен тәсілде болгар бұрышының басын кесіп тастаймыз. Сол обал болмасын деп, оны да пайдаға асырамын. Керек жерлерін кесіп, жаңағы қатыратын болгар бұрышымен бірге оны да салып аламыз. Мінеге осындай екі тәсілмен болгар бұрышын қысқыға мұздатқышқа сақтаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын пайдалы рецепттармен бөлісетін боламын.